облысы Тұрарсқұл ауданы Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектебінің директоры. Мен Дайрабаева Шолпан Еркетайқызы. Бүгінгі күннің өзекті мәселесі бұл қазіргі мектептегі инновациялық менеджмент. Мектептегі өзгерістерді басқару. Мектептің дамуы ең алдымен оқыту, тәрбиелеу және басқару жүйелеріндегі сапалық өзгерістер процесі. Мұндай өзгерістер нәтижесінде мектеп білім беруде жоғары нәтижелерге қол жеткізе алады. Заманауи білім беруде инновацияларды игеріп қана қоймай, сонымен қатар мектепті жақсарту бойынша инновацияларды өздері жасап, білім беруді дамыту трендтерін тәжірибеге енгізуде. Табысты мектеп мұғалімдердің өз кәсіби біліктілігін тұрақты түрде дамытып отыратын мектеп. Біздің мектепте басқарудағы инновациялық жобалар 7 тренд бойынша жұмыс жасайды. Олар сабақты зерттеу, іс-әрекеттегі зерттеу, білім алушыларға бағытталған білім беруді дамыту, цифрлы мұғалім, цифрлы оқушы, геймификация, құндылықтарды дамытуға бағдарланған тәрбие жобалары, табысты үштік одақ. Мектепте құрамында 5-6 пән мұғалімдерінен тұратын 6 сабақты зерттеу тобы жұмыс жасайды. Бұл топтар дербес, өзін-өзі басқаратын, өзін-өзі реттейтін мектеп қоғамдастығының кірпіштері іспеттес. Сабақты зерттеу үдерісі оқушының сабақ барысындағы белсенділігін, іс-әрекетін және оның не үйренгенін зерделеуге, қадағалауға бағытталған. Мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттырудың тиімді әдісімен білім сапасын арттыру құралы болып табылады. Сабақты зерттеу мұғалімнің кәсіби деңгейін көтеретін құрал. Сабақты зерттеу арқылы мұғалімнің зерттеу мәдениеті мен аналитикалық құзыреті қалыптасады. Сабақты зерттеу барысында әріптестермен бірлесіп жұмыс жасау арқылы орталарында ынтымақтастық орнайды. Сабақты жоспарлау кезеңдерінде мұғалімдер үздіксіз ізденісте болады. Бірлесіп жоспарлау мұғалімнің жоспарлау біліктілігін арттыруға көмектеседі. Жинаған ақпараттар мен бақылау нәтижелерімен бөлісіп, тәжірибе жинақтайды. Кәсіби қоржындарын молайтады. Оқыту дағдыларын дамытады. Бұл өз кезегінде оқушылардың сапалы білім алуына әкеледі. Мұғалімнің бақылау дағдылары дамиды. Сонымен қатар, іс-әрекеттегі зерттеу жобасы бойынша бастауыш сыныптарда 7 зерттеу тобы жинақталған. Іс-әрекеттегі зерттеу мұғалімнің кәсіби деңгейін көтеріп, білім сапасын арттыру құралы. Зерттеу барысында сыныптың проблемасы анықталып, шешу жолдарын қарастырады. Шешудегі тиімді құралды таңдайды. Зерттеу топтары бірлескен сабақ жоспарын жасап, зерттеу сабақтарын өткізеді. Іс-әрекеттегі зерттеу оқыту мен оқу тәжірибесін жетілдіру мақсатында бірізді, тізбектелген, жоспарлаған іс-әрекеттерді орындауды, сондай-ақ зерттеу барысында алынған нәтижелерге жүйелі түрде мониторинг жүргізуді көздейтін үдеріс. Іс-әрекеттегі зерттеу бұл тәжірибелік іс-әрекеттер мен олардың салдарын жүйелі түрде зерттеумен бірге оқытуды жетілдіру мақсатында іс-әрекеттерді орындау процесі. Зерттеу барысында зерттеуші белсенді іске қосылған қолданбалы зерттеудің түрі, ол үшін тәжірибелік қызметті жақсарту мақсатында осы зерттеу жүргізіледі. Мектепте білім алушыларға бағытталған білім беруді дамыту жобасы бойынша 7 жобалық команда жұмыс жасайды. Команда мүшелерінің әрқайсысының міндеттері бөлінген. Олар шабыттандырушы, үйлестіруші, бақылаушы, іске асырушы, анализ жасаушы. Тұжырымдамалық түрде білім беру жүйесі негізгі 3 бағыт бойынша жүргізілуде. Білім беру үдерісін цифрландыру, цифрлық білім беру контенті, білім беру басқаруды цифрландыру. Осы бағыттар негізінде мектепте цифрлы мұғалім, цифрлы оқушы жобасы бойынша 8 мұғалімнен тұратын 4 жобалық команда жұмыс жасайды.
Цифрлық платформаларды қолданудың әдістемелік жақтары. Мұғалімдер электронды оқу материалдарын, бейне мазмұнды және интерактивті тапсырмаларды әзірлеу арқылы оқу процесін әртараптандырып тиімді етеді. Интерактивті құралдар мен ресурстарды пайдалану. Цифрлық платформалар бұл құралдарды оңай интеграциялауға мүмкіндік береді. Тұрақты кері байланыс. Оқушылар мен мұғалімдер арасында тұрақты кері байланыс орнату үшін әртүрлі онлайн тестілер мен сұрақ-жауап платформаларын пайдалануға болады. Бұл жоба оқушылардың білім деңгейін анықтап, жақсартуға көмектеседі. Жұмыс барысында цифрлы платформаларды тиімді тәсілдерінің бірі геймификацияның оқу процесіне енгізілуі. Геймификация оқу процесіне ойын элементтерін енгізу арқылы оқушылардың қызығушылығын арттыратын тиімді тәсіл. Бұл тәсіл оқушылардың белсенділігін, сабаққа деген ынтасын және шығармашылығын дамытуға ықпал етеді. Сабақ барысында ойын тапсырмалары мен деңгейлік жаттығуларды қолдану оқу материалдарын меңгертуді жеңілдетеді. Геймификация оқыту процесін тиімді әрі қызықты ете отырып, оқушылардың сабаққа деген мотивациясын арттырады және олардың оқу жетістіктеріне оң ықпал етеді. Мұғалім бұл тәсілді шебер қолданса, оқу үдерісі бойынша нәтижелі болатыны сөзсіз. Тәрбие мен